Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен табада осындай қаттама нан жасайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші 700 грамм ұнымызға ашытқы мен тұзымызды салып, қасықпен осылай видеодағыдай біркелкетіп араластырып аламыз. Одан кейін қамырымыз жұмсақ болу үшін өз қалауыңызбен қаймақ немесе майонез қосамыз да 500 грамм жылы суымызды құйып, жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз осылай кішкене жабысқақ, жұмсақ болып тұрғанда бір шай қасық жұмсақ сары майды қосып, тағы бір илеп алыңыздар. Одан кейін ішіне начинкасын дайындағанша қамырымызды ашытып қоямыз. Мен бұл жерде начинкасына осылай 2 орташа пияз бен картопты теркадан өткізіп қостым. Кішкене майды қыздырып алып, оның үстіне пиязымызды қосамыз. Одан соң картоп пен тұзды және қалауларыңызша специя немесе бұрыш қоссаңыздар да болады. Кішкене қызартып, қуырып алыңыздар. Ол аралықта біздің қамырымызда ашып қалады. Мен видеода көрсеткендей 3 бөлікке немесе өз қалауыңызша 2-ге бөлсеңіздер де болады. Әрқайсысын бөлек-бөлек зуалап алып, біреуін видеодағыдай етіп, жақсылап жұқалап жайып шығыңыздар. Одан кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, осындай қасықпен немесе қолыңызбен жағып шығамыз да, начинкасын саламыз. Видеодағыдай етіп, қамырымызды осылай рулет сияқты орап шығамыз. Одан соң басқа қамырларымызды істеп болам дегенше 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып алыңыздар. Содан соң оқтаумен немесе қолмен жайсаңыздар да болады. Осылай кішігірім етіп жайып алып, қызып тұрған табамыздың үстіне кішкене сары майды осылай жағып аламыз да, біздің қамырымызды саламыз. Отымызды жай қойып, нанымызды 15 минутта екі жағын қызартып тұрып пісіріп алыңыздар. Сонымен біздің үй жағдайында табада дайындалған қаттама нанымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.